Қалыптастырушы бағалау сабақ барысында жүйелі жүргізіледі. Қалыптастырушы бағалау үшін арнайы тест тапсырмалары немесе қосымша тапсырмалар беріліп, сабақ үстіндегі оқушының орындаған жұмысын бағалайды. Бұл арқылы мұғалім оқушының ілгерілеуін, соның сабақ барысын қадағалап отыруға мүмкіндік алады. Қалыптастырушы бағалау кезінде баға қойылмайды. Оқушының нәтижесі бойынша кері байланыс беріледі. Кері байланыс тиімді әрі пайдалы болған дұрыс. Бұл арқылы оқушы өзінің олқы жақ тұстарын түзетуге, оқу жетістігін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік алады. Мұғалім кері байланысты ауызша, жазбаша және графикалық түрде бере алады. Кері байланыс берудің жиілігін, формасын, көлемін әр мұғалім өзі анықтайды. Қалыптастырушы бағалаудың сапалы жүргізілуі оқушыға тікелей әсер етеді, яғни жиынтық бағалауға дайындайды. Қалыптастырушы бағалау кезінде тиімді кері байланыс беру, қалыптастырушы бағалауды жүйелі жүргізу маңызды. Әдістемелік ұсыныста берілген тапсырмаларды қағаз түрінде шығару міндетті емес, яғни барлық тапсырмаларды қағаз бетіне шығару керек деген талап жоқ. Әдістемелік ұсыныс ретінде мұғалімдерге берілген және бұл тапсырмаларды ұсыныста берілген күйінде қолдануға болады, немесе өз бетінше толықтырулар, өзгертулер енгізуге болады.